Өте дәмді, жеңіл әрі қарапайым ерекше соуспен дайындалатын қысқы салат отбасыңызға ұнаса жиі жасайтын боласыз. Мен капустаның 1/4 бөлігінен дайындайтын боламын. Капустаны шинковкіден өткізіп алып, содан соң морковты корейский теркіден өткізіп, капустаның үстіне салып, қолмен араластырамын. Сол кезде капустамыз бен морковымыз жұмсаратын болады. Үстіне көк жуамыз бен петрушканы турап салып, және үстіне кукуруз 1 банка салып, барлығын араластырып аламыз. Енді соус дайындау үшін бізге 150-200 грамм қаймақ, 2 кішкентай қасық тәтті горчица және 2 кішкентай қасық кез келген ерекше соус қосып, содан соң зәйтүн майы мен 2 кішкентай қасық мед қосып, барлығын араластырып, үстіне қара ұнтақ бұрыш салып, барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Барлық ингредиенттерді астына жазып кетемін. Міндетті түрде менімен бірге жасап, өте дәмді әрі тез дайындалатын қысқы салатты жасаңыз. Сіздермен бірге болған мен Гүлгүл. Каналымда көптеген рецептер өте көп. Лайк басып, комментарий жазып, тіркелуді ұмытпаңыздар.